Қайырлы күн. Еліміздің ең ірі компанияларының бірі Қазақ International Holding. Қазақ International Holding 2017 жылдың 22 наурызынан бастап 7 сала бойынша жұмыс атқарады. Холдингтің басты мақсаты өндірістік қызмет, сауда салаларында жұмыс орындарын ашып, әлемдік нарыққа шығу. Холдинг адамдарды жұмыспен қамтамасыз етіп қана қоймай, оларды кәсіби біліктілікке баулу, ұлттық брендті дамыту, экономиканы өркендету. Қазақ International Holding халықаралық нарықта 4 жоба бойынша жұмыс істейді. Олар Қазақ Зергер, Қазақ Медиа, Қазақ Туризм, Қазақ Академия. Қазақ Зергер 3 түрлі бағытта жұмыс жасайды. Қазақ алтын, Қазақ күміс және Қазақ сувенир. Қазақ алтын ерекше дизайндағы зергерлік бұйымдарды жоғарғы сапада алтыннан дайындап, қолжетімді бағада тұтынушыға ұсынылып отыр. Күміс 650-ден астам бактерия түрлерін жояды, яғни денсаулықты жақсартуға өзінің септігін тигізеді. Күміс бағытында әртүрлі күмістен жасалынған әшекей бұйымдарды кездестіресіз. Қазақ сувенир бұл алтыннан, күмістен, мыстан әртүрлі ұлттық нақыштағы сувенирлерді жасап шығаратын жоба. Алтынмен апталып, күміспен күптелген бұл сувенирлерге сұраныс өте жоғары. Зергерлердің қолынан шыққан алтын, күміс сувенирлердің ұлттық классикалық және қазіргі заманауи стильдегі әшекей бұйымдармен қатар сувенирлердің ауқымды ассортиментін таба аласыз. Холдингтің бір бағыты Қазақ Зергер. Қазақ Зергер дәл осы әшекей бұйымдарды өндіруші компаниялардың бірі болып табылады. Қазақ халқында қолөнерге аса бір мән берген, сол себепті де шеберханада өзінің майталмандары асқан шеберлікпен дәл осындай бұйымдарды өндіріп қана қоймай, осындай ұлттық нақыштағы сувенирлерді жасап шығарады. Сувенирдің 30%-і күміспен көмкерілген. Қазақ Академия заң, қаржы, интернет, білім бағытында оқыту және қайта оқыту курстық режимінде жүргізіледі. Қазақ Академия оқыту курстар мен семинарлардың мақсаты барлық қатысушылар табысқа жетуіне қажетті кеңес пен тәжірибе беру. Сонымен қатар кәсіпкердің өзінің идеясымен бөлісіп, жас болашақ кәсіпкерлерге жол сілтеу. Қазақ Академия компаниясының 3 ірі жобасы бар. Ғаламтор желісіндегі тауарларыңыз бен қызметтеріңізді алға жылжыту әдістері, жаңа клиенттердің ағыны мен конверсиясын жоғарылату, бизнесіңіздегі анықтамалық ақпаратты заң тұрғысынан қолдау. Қазақ MLM форум серіктестерді оқытудың мақсатты жүйесі. Холдингтағы офлайн оқытудың іс-шаралары өтеді. Онлайн арқылы вебинарлар мен тегін курстар ұйымдастырылады. Қазақ Professional еліміздегі кадрларды дамытуға бағытталған тренингтер, тегін материалдар мен оқыту видеолары арқылы онлайн курстар ұйымдастырылады. Оқытуға беделді эксперттер мен әртүрлі білім саласындағы көшбасшылар қатысады. Қазақ Туризм. Қазақ International Holding негізінде құрылған ауқымды туристік жоба. Жобаның негізгі миссиясы еліміздегі жергілікті және аймақтық туризмді жоғарғы деңгейге жеткізу. Қазақ Holding өзінің клиенттеріне ең жақсы және ең тиімді демалу шарттарын ұсынады. Қазақстанның әрбір тұрғыны және қонағы біздің кең байтақ даламыздың табиғатын тамашалап, сұлулығына тамсанып, күшін сезіну мүмкіншілігіне ие болуы керек. Қазақ туризмнің 3 бағыты бар. Қазақ рухани, Қазақ nature, Қазақ санаториум. Қазақ рухани қазіргі мен өткен шақ арасындағы алтын көпір. Қоршаған ортаны терең түсіну үшін біздің тарихымызды біліп, өткенге көз салуға мүмкіншілік береді. Тарихқа көз жүгірте отырып, ұлы даланың киелі жерге саяхат жасауға мүмкіндік туғызу басты міндетіміз. Қазақ nature белсенді демалысты насихаттаушы жоба. Мақсаты Қазақстанның таңғажайып табиғатын көпшілік халықпен туристерге таныстыра отырып, Қазақстандағы аймақтық және жергілікті туризмді дамыту. Қазақ санаториум еліміздегі емдік сауықтыру туризмнің дамуына бағытталған. Жобаның өзгешелігі әрбір клиентке өзіндік ұсыныстың болуы. Қазақ санаториум бұл қолжетімді бағадағы пайдалы демалыс. Қазақстандағы 200-ден аса санаториум қызметін ұсына отырып, еліміздегі емдік сауықтыру туризмінің дамуына өз үлесін қосу. Холдингтің 4-ші бағыты Қазақ Медиа компаниясы. Бұл бизнес үрдістерді жеңілдетуге арналған медиа құралдардан тұратын инновация.
Қазақ медиа клиенттер мен кәсіпкерлердің өзара байланыс орнату және қызмет көрсету тиімді пайдалануға мүмкіншілік береді. Кәсіпкерлер мен тұтынушылардың арасындағы алтын көпір. Қазақ медиа 3 жобадан тұрады. Қазақ портал, Қазақ базар, Қазақ арна. Қазақ портал тұтынушылар мен кәсіпкерлерге арналған алғашқы қазақстандық әлеуметтік желі. Қазақ портал көмегімен тұтынушылар мыңдаған компаниялардың тауарлары мен қызметтері жайында ақпарат алса, өз кезегінде кәсіпкерлер әлеуметтік желі арқылы миллиондаған тұтынушыға жарнама жасайды. Бұл әлеуметтік желіге кез келген адам және кез келген кәсіпкер тіркеле алады. Жобаның басты мақсаты дүние жүзіндегі барша қазақтардың шағын және орта бизнесін дамыту. Оларды тұтынушымен тіл табыстыру, тіркелген тұтынушы түрлі мекемелерге алдын ала тапсырыс беруге, мекеменің жауапты адаммен тікелей сөйлесуге мүмкіншілігі бар. Қазақ базар – Қазақстандағы тегін жарнама беретін интернет базар портал. Сатушылар мен сатып алушылардың қарым-қатынасын нығайтып, екі жаққа тиімді табыс көзін ұсынады. Қазақ арна – тәулік бойына хабар тарататын онлайн және офлайн режимдегі видео режимді портал. Каналға кіріп түрлі мерекелік шаралар, семинар, тренингтер мен қатар білім, мәдениет, спорт саласындағы соңғы жаңалықтардан хабардар боласыздар. Сонымен қатар арнамыздың әртүрлі жанрдағы авторлық бағдарламалар әзірленіп, көрермен назарына ұсынылады. Қазақ International Holding. Жарқын болашаққа бір қадам.